Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздерге шиеден варенье жабуды көрсетемін. Видеоны толығымен соңына дейін көріңіздер. Алдымен біз шиемізді алып аламыз, жақсылап таза суға салып, оны жуамыз. Мендегі шиенің килограммы 5-6 килограммдай шығады. Осындай бос ыдыспен бізге үлкен шара керек, және осындай салқын сумен жақсылап 2 рет жуу керек. Мен видеода тек 1 рет қана көрсеттім, негізінде 2 рет жуып тазалап алу керек. Мусоры кетіп қалса, банкаңыз атып жіберуі мүмкін. Міне осылай барлығын тазалап, екінші ыдысқа алып, және қайтара шайып алу керек. Міне менің шиелерім тап-таза болды. Енді оған біз килоға кило шекер салуымыз керек. Осылай кесемен мен 3 кесе шекер салдым, және бетін жауып, жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Түбінен су шығу керек. Ал енді оған біз жеке сироп дайындаймыз. Сироп дайындау үшін осындай көлемдегі суға 2 кесе қантты салып, ерітіп алуымыз керек. Ергенше ғана қоямыз газға. Ергеннен кейін ол сиропымызды біз жаңағы шиеміздің үстіне құямыз. Міне менде толығымен еріп кетті қант, өте тәтті болып тұр. Енді оны құямыз. Мен мына жерде 2 ыдысқа бөліп алдым. Сіздерде де осылай үйіліп кететін болса, екінші ыдысқа бөліп алыңыздар. Өйткені тасып кетуі мүмкін қайнап жатқан кезде. Міне осылай газға қоямыз. Бір қайнап шыққаннан кейін дәмін көреміз. Тәтті емес болса, оған қайтадан қант қосамыз. Осылай 1 рет бұрқ етіп қайнатып алғаннан кейін газды өшіріп, оны 1 сағатқа тұндырып қоямыз. Ал бетіндегі көбігін сүзгімен обязательно алу керек. Банканы жауар алдында алсаңыздар да болады, қайнап жатқанда алсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызға қарай. Міне менің екінші рет қайнатылуым, шекері кішкене аз болды, сондықтан тағы да қосып жатырмын. Барлығын толықтай описание бөліміне жазып кетемін. Сол жерден нақты салмағын, барлығының мөлшерін біліп аласыздар. Осылай 1 рет қайнатамыз, 1 рет тағы қайнағаннан кейін біздің вареньеміз дайын болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Видео ұнап жатса, каналдың дамуына сізде үлесіңізді қосып, подписация бөлімін басып, лайк, комментарий қалдырыңыз. Міне біздің вареньеміз дайын болды. Осылай 1 рет қайнағаннан кейін енді банкамызды дайындаймыз. Банкамыз буғақ тазартылған банка болу керек, және крышкаларымызға қайнаған су құямыз. Осылай барлығын дайындап аламыз. Енді барлығына құйып шығамыз. Осындай сұйық, түсі де өте әдемі болып шықты. Қыстың күні шаймен ішсеңіздер, енді керемет болады. Таза банкамызға осылай құйып аламыз барлығын. Ал енді мен сіздерге қалай бұрап жабу керектігін көрсетемін. Және сіздердің закрывашкаларыңыз осындай болса өте жақсы. Мына закрывашка өте ыңғайлы маған. Өйткені бұрайсың, біткен кезде өз тоқтайды, жабылған кезде. Сіздерге де осыны ұсынамын. Базардан алсаңыздар болады. Осылай айналдыра бұрайсыздар. Өзі тоқтайды жабылған кезде банка, және міндетті түрде жауып болғаннан кейін банкаңызды осылай қисайтып тексертіп алыңыз. Сол кезде ол бірден білінеді қалай жабылғандығы. Міне бізде банкамыз жабылып болды. Екінші қайтара көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар, және міндетті түрде осындай закрывашка қолдануға тырысыңыздар. Бұл өйткені өте жақсы көмектеседі. Міне біздің вареньеларымыз өте керемет болып шықты. Барлықтарыңызға сәттілік. Видео ұнаса, комментарий, лайк қалдырып, подписация бөліміне тіркеліп, қоңырауша белгісін қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жаз мезгілінде дайындаңыздар.